Ал достар, баршаңызға қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Кеше кешіріп жасаған жерде тілігі кішкене ашылып кетіп қанап кеткен болатын. Сонымен түнімен басқаша болып ауырып шықты. Оның үстіне грудь тоже андай ісініп кеткен. Ішім бәрі андай дөй-дөй болып. Сонымен сәл қиналып ертерек тұрып көп айтып отыр. Осы немене бәле, жүрмей ма, жатып алар, жүрсе тезірек емделіп кетеді ғой деп жазып жатыр екен адамдар. Мен барынша жүруге тырысып жатырмын. Жүрген сайын сондай болып қалып жатыр. Жүрудің өзі оңай емес. Кешіріп жасағандар түсінеді. Туғаннан да бетер деп те айта аламын, потому что толғақты да көрдім. Толғақтан кейін бір күннен кейін енді өзің босанғандар тұрып кетеді деп айтады ғой. Ал мынау уже 18-і, бүгін 20-сы ма, 21 ма? 3-4 күннің ішінде әлі қақсап ауырады. Енді бұйыртса барлығы тезірек жазып кетсе. Болды мен. Қазір системада жатырмын. Осы жерде жатып, жаңағы бітпеген әңгімені айта салайыншы деп едім. Тәтелер жазып жатыр да, өзің босанғаннан кейін 2 сағаттан кейін де нормально болып кетесің депші. Вот кесаревадан да мен 6 сағаттай аяғымды вообще мүлдем сезген жоқпын. Жан басымды вообще сезген жоқпын. Бір күн бойы реанимацияда жаттым. Андай кәдімгідей мен стресс алдым, дірілдеп. Неше сағат дірілдегенін білсеңіздер ғой. Содан кейін балаға вообще жолаған жоқпын. Баланы жақындатқан да жоқпын. Келіп маған емгіздесе де жоқ, андай жек көріп сондай ощущениеде жаттым. Одан кейін енді қазір кішкене балаға енді жақындап, енді еркелетіп сөйтіп жатқан жайым бар. Солай.